Сәлеметсіздер ме, құрметті команда, құрметті бизнес-партнерлар. Менің есімім Өмірбаева Әсем, мен осы BioC компаниясының топ-лидерімін. Жалпы ең алғашқы келген кезде бизнес-партнерларымыз қалай заказды дұрыс жасау керек, сол туралы видео болмақ осы видео. Телефонның бетінде жаңағы өзіңізге ыңғайлы болу үшін біздің BioC сайтын шығарып қойсаңыз болады. Міне соған басамыз. Бірден жеке кабинетіңізге өту үшін сол жақ шеттегі міне адамның суретіне басқан кезде личный кабинет, вход, регистрация деп шығады. Қазір бізге ең әуелі жеке кабинетімізге кіру керек. Міне вход деген жерге сіз өзіңіздің номеріңізді жазасыз. Төменгі парольға өзіңіздің жаңағы пароліңізді енгізесіз. Осылайша міне жеке кабинетіңізге кірдік. Енді ең әуелі сол жақ шеттегі корзинаның үстінен басып қойсаңыз болады. Міне осы жерде восстановить корзину, быстрая корзина, каталог продуктов деп шығады. Егер де сіз өзіңізге қажетті заттарды білетін болсаңыз, әрбір алатын товарыңыздың өнімнің артикулын білсеңіз, онда бірден быстрая корзинаны басып, міне мынандай артикул шығады, мысалға 80001 бізге количество біреу керек деп, мына тұрған мысалға міне 80001 средства для мытья посуды бізге біреу керек дейсіз. Міне корзина плюсикті бассаңыз, міне сіздің уже заказыңыздың корзинаңыздың ішіне кіреді. Енді жоқ, сіз олай білмесеңіз, онда сізге көмекке біздің міне каталогтың өзі келеді. Міне мына жерде тұрған кітаптың суретін бассаңыз, бұл каталог наших продукций. Ары қарай міне бірден өнімдер шығады осылай. Егер де сізге анық өзіңізге керек дүние болса, мысалға именно для детей болса, мына жерде міне BioC деп тұр, Jafra деп тұр. Сіздер білесіздер, біз Jafraдан да алуға мүмкіндігіміз бар. Jafra бұл американдық компания, өнімдері Мексикада шығарылады. Jafraдан алсаңыз да, BioCден алсаңыз да, оның балы сіздің жаңағы жасау керек 100 балыңызға қосылады. Мысалға бізге қазір BioCдің именно детская сериясы керек для детей. Ол жерде бізге мына детский шампунь без слезок керек. Сіз оны алу үшін не істейсіз? Бірден мына корзина плюске бассаңыз, қазір тіпті болмаса міне суреттің өзіне бассаңыз да, корзинаға бассаңыз да, міне сізге бір данасы барады. Тағы біреу керек болса, біз тағы бір рет басамыз. Міне көрдіңіздер ме? Бірден корзинаға кетіп жатыр. Жаңағыдай міне. Мысалға альгинатная, обновляющая и тонизирующая лифтинг маска с ацеролой дейді. Қазір. Міне масканың үстіне басамыз. Міне бізге осы маска керек. Міне кетті. Бір маска салынды. Ары қарай мысалға бізге мынау очищающий энзимный пилинг керек дейік. Энзимный пилинг керек болу үшін тағы да бір рет басасыз. Міне осылайша сізге, допустим, пилингтан бірнешеу керек дейік. Осылайша сізге міне қосылып отырады. Perfectionның кремі керек дейік, мысалға. Міне Perfectionның кремі. Perfectionның кремін салдық. Жақсы, осылайша толтырып алдық. Қайта корзинаға басамыз. Корзинаңызды қарасаңыздар, бізде 95 балл екен. Бізге мысалға 100 балға толтыру керек. Қайтадан быстрая корзинамызды басайық. 80003 средства для стирки. Мысалға бізге керек біреу. Міне қосылды. Бізде 108-56 балл болды деген мысалға. Енді оформить заказды басамыз. Тип заказа. Бізге міндетті түрде подарочный және обычный деп екі вариант беріледі, бірақ біз қашанда обычный таңдаймыз. Подарочный заказ сізге кейін қандай да бір акциялардан, қандай да бір бонусный бағдарламалардан түссе, сізге ақша, ол ақшаңыз сізде подарочный заказда жатады. Пока сізде ондай ақша жоқ, сондықтан сіз обычный заказды таңдайсыз. Вперед. Не использовать, менде қазір тұра тұрыңыздар, менде любимое бюро деп тұр. Енді қараңыздар,
Мына жерде выберите тип доставки дейді. Міндетті түрде сіздерге бюро Биасиді таңдайсыздар. Оның ішінен былай ашсаңыздар, міне бүкіл список шығады. Московский сервисный центрдан бастап, Ақжол, Астана, Ақтөбе, Атырау, Ашхабад, Барнаул, міне қандай жерлерде біздің бюролар бар, соның барлығы шығады. Мысалға бізге не керек? Менде Алматы 932 тұр. Мысалға басамыз, вперед. Енді қараңыздар. 150 балл жасасаңыздар, сіздерде максимально выгода деген акция болады. Менде максимально выгода бар. Болса соны басу керек болады, болмаса ары қарай сіздер не істейсіздер. Мысалға қазір бижутерия сіздерге подаркаға беріледі. Жаңағы 100 балл жасағандарыңыз үшін 2 түрлі бижутерияның біреуін біз подаркаға саламыз. Мысалға сияние богини. Міне добавлено, спасибо, что воспользовались акцией деп шықты. Ары қарай бізде комплимент бар қазір жүріп жатқан. Комплиментті басу үшін міне мына тетікті басамыз, төмен қарата. Міне комплименттің бүкіл списогі шығады. Бізде мысалға әрбір 50 балға бір карандаш алуға болады, болмаса лак алуға болады. Сіз не істейсіз? Мысалға мына серый карандаштан біреу керек болса, біреу, және мына корзинаға басамыз. Міне спасибо дейді, добавлено. Және тағы да біреу алуға мүмкіндігіміз бар. Яғни тағы бір лак қоссақ болады. Міне лакты жазамыз, добавить. Екінші лак түсті. Вперед басамыз, барлығын қостық. Міне заказымыздың барлығы бар. Набор қосылды подаркаға, карандаш қосылды, лак қосылды. Подаркамызды жаңағы комплиментімізді де алдық. Барлығы біздің заказымызда в наличии бар екен. Ол өте тамаша. Кейде осы жерде бір нәрсе жоқ болса, ол сары түске боялып шығады. Егер де сары түске боялып шықса, сіз қайтадан артқа шегініп барып, мына жердегі назад деген түймені басу арқылы сіз ол нәрсені заказыңыздан мүлдем удалить етесіз. Қызыл тетікті басып, қайтадан оның орнына сондай балл беретін примерно өзіңізге керек нәрсені затты саласыз. Ары қарай тура осы бойынша қалай келдіңіз, осылай келіп, ең соңында міне сохранить заказды басасыздар. Пожалуйста. Міне вот ваш заказ сохранен, успешно оформлен. 514-641 деген номер заказа. Итого к оплате у вас выходит қанша? Мысалға менде ақша жатыр, менде өте аз сумма шығады, потому что менде бонусный счетта ақша бар. Не осылай, құрметті команда, заказдарыңызды тура осылай салуға жаңағындай мүмкіндіктеріңіз бар. Рахмет.